Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Қазір күз мезгілінде асқабақтың маусымы өте жақсы жүріп жатыр. Сондықтан қазір бір осындай әдемі асқабақтан запеканка дайындайтын боламыз. Бұл сондай тәтті, нежный, жаңағы жұмсақ, нәзік деп айтамыз, солай болып шығады. Енді асқабақтың осындай кішкентай түрін алған жақсы, бұлар көбінесе тәтті болып келеді. Осылай пісуге тез болу үшін 4-5 бөлікке бөліп алдым. Қалсаңыздар ұсақтасаңыздар да болады. Жаңа пешке бір 15-20 минутқа жібереміз. Қатты езіліп пісіп кетпеу қажет. Жай ғана жұмсақ болса болды, жұмсару керек, жақсылап жұмсару қажет. Енді біз бұның үстіне құмшекер, 2 жұмыртқа, ұн қосып, жақсылап, осындай блендердің көмегімен езіп аламыз. Бұл ұнның орнына ПП жағдайдағы өзіңіз қалаған жақсы глютенсіз ұнды пайдалансаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қопсытқыш, ешнәрсе қосылмайды. Осылай бір келкі масса болғанша жаңа блендерлеп аламыз. Енді екінші бір басқа таза ыдысымызға майлы болып келетін творог, яғни сүзбе, оған ұн, одан кейін құмшекер, 2 жұмыртқаны саламыз. Сіздерде йогурт болса йогурт, немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Кукуруз крахмалы болмаса қоспасаңыздар да болады, бірақ жаңағы ұнның мөлшерін бір қасыққа көбейтесіздер. Енді барлығын осылай бір қалыпты масса болғанша блендерлейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қою болып тұр. Кішкене сұйылту үшін үстіне сүт құйып жібереміз. Осы кезде қатты қоюланбай, әдемі сондай бір асқабақтың консистенциясы сияқты сондай бір келгі масса шығады. Міне біздің массамыз дайын, екеуі де дайын болып шықты. Енді кезекте пешіңізді қосып, алдын ала қыздырып қоя беріңіз. Ал біз қалыпымызға кезекпе-кезек саламыз қасықтап. Әуелі осылай түбін жақсылап майлап аласыз, одан кейін 2 қасықтап, немесе мен сияқты бір қасықтап құйып шығасыз. Мысалға, әр отбасыда асқабақты жақсы көрмейтіндер бар. Сол асқабақ жақсы көрмейтін кісілерге мынаның асқабақ екенін білдіртпей, сары бояу дейсіз бе, сәбіз дейсіз бе, солай берсеңіз де болады. Себебі бұда асқабақтың дәмі білінбейді. Себебі біз әртүрлі заттармен оның құрамын көбейттік. Енді 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Әуелгі уақытта осылай көтеріліп шығады. Толықтай суығаннан кейін кішкене басылады, ол қалыпты жағдай. Толықтай суығаннан кейін ғана кесіп дастарханға ұсынасыз. Қазір үйімізде асқабақ көп болғандықтан манты, самса жасай бердік. Күнде жей берсең де кейде шығып қалады екенсің, сондықтан асқабақтан бұдан басқа тағы не жасауға болады? Пікірде бөлісе кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Келесі видеода кездескенше, ал сіздер тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.